Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге көктем мезгілінде өте дәмді дәрумендерге бай, жылдам жасалатын салаттың жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен 40 қабатты алып, жақсылап жуып, жұқалап тұрып турап аламыз. Бұл салатты бар болғаны 10 минутта ғана дайындайсыздар. Ешқандай затты қайнатып жүрудің қажеті жоқ. Өте дәмді дәрумендерге бай салат. Әсіресе көктем мезгілінде жиі қолдануға сіздерге кеңес беремін. Міне біздің 40 қабаттарымыз дайын, ыдысқа саламыз. Енді бізге қияр керек. 3 дана қиярды жақсылап жуып, жұқалап тұрып турап аламыз. Егер қиярларыңыз үлкендеу болса, ортасынан тағы да бір бөлсеңіздер болады. Келесі бізде редиска. Редисканы да жақсылап тұрып, дөңгелектеп тұрып турап аламыз. Егер үлкендеу болса, ортасынан бөліп турасаңыздар болады. Енді бізге керек болады жұмыртқа. Мен 3 дана жұмыртқа қолдандым. Алдын ала жұмыртқамызды қайнатып, жақсылап салқындатып аламыз. Жұмыртқаның ағын тураймыз. Ал сарысын тұздығын алып қоямыз. Келесі бізде ас көктер. Өздеріңіз ұнататын кез келген ас көктерді қолдансаңыздар болады. Мен қазір укроп қолдандым. Енді салатымыздың тұздығын дайындаймыз. Жұмыртқаның сарысын жақсылап тұрып езіп аламыз. Оның үстіне 3 ас қасық қаймақ саламыз, немесе майонез қолдансаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің тұздығымыз дайын. Салатымыздың үстіне аздап тұз саламыз. Дайын болған тұздығымызды жақсылап салып, араластырып аламыз. Өте дәмді дәрумендерге бай, жылдам жасалатын біздің салатымыз осымен дайын болды. Дәл қазір көктем мезгілінде осы салатты жиі қолданатын болсаңыздар, ешқандай әлсіздік, шаршау болмайды. Дәрумендерге өте бай, жылдам жасалатын, жеңіл қорытылатын салатымызды жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Құрметті көрермендер, менің каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.